Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бауырлар, мынау Данияр бауырымыз маған және жауап берген екен ғой. Мен енді әлеуметтік желіге қарауға қатты уақытым жоқ. Естідім, бауырлардан келді. Өзінің бір талаптары болған екен, маған қаратпа сөздер болған екен. Диспутқа да шақырған жер болған. Алла қаласа көреміз, ол да болып қалар. Жеке бола ма, көппен бола ма, уақытын көрсетер жатар. Бірақ сол жерде жаңа бір нәрсе айта кетейінші. Жаңа Данияр бауырымызға біз енді айтқанымыз бір Даниярды жамандай емес, бірақ ібіліс жаңағындай не десек болады. Кейін бұландаған түлкі, судағы ұстатпайтын балық деген терминдер қолданған екен. Ол болмайды. Оның сөзіне қарайтын болсақ, бұл жерде ол кісі түлкінің әдісіне салып тұр. Қалай әдетіне басып, бұл жолда түлкі ұлғандыққа салып отыр. Кейбір бауырларымыз енді ол ғайбат емес деп жаңа Даниярымыз жақтаған екен. Олар да асық болған сияқты. Ана хадис ілімде бар, жарх тағдил деген сияқты. Оның өзі қолдану тәсілі бар. Оны солда қолдана беретін нәрсе емес ол. Бірақ бір аяттар бар, есімізден шығармайық. Кей кезде кейбір мәселелер даулас барып шешілетіні рас. Біреу дағуатпен шешіледі, біреу даумен де шешіледі. Бірақ Аллах Тағала Құранда не деп айтты бізге? Ваджадилхум биллати хия ахсан. Және олармен даулас, енді осында бір дискуссия болуы мүмкін. Хум, дамир, осы жердегі көпше түрдегі дамир, кейбір ғалымдардың айтуы бойынша мұсылман еместердің өзіне де қатысы бар дейді. Және дауласқанда қандай болу керек дейді? Биллати, сондай күйде, ахсан, өте көркем күйде. Енді мен ойымша ол Данияр бауырымыздың білімі жеткілікті, бұны біледі деп ойлаймын. Биллати ахсан деген кезде ғалымдар әртүрлі түсіндірме береді. Сенің сөйлеуіңде, кішкене сөзіңді жинақтауында көркемдік болсын, өзіңде көркемдік болсын деген сияқты. Біз енді ихталафна фи баъди шей, лайса ихталаф фи кулли шей. Бір нәрседе келіспей жатқан шығармыз, бірақ бүкіл нәрседе келіспей жатқан жоқпыз ғой, соны естен шығармайық. Жау көрудің қажеттілігі жоқ. Сондықтан бұл жерде қараңыздар, және де Аллахтың аяты бар. Вала танабазу бил алқаб. Бір-бірлеріңе ұнамсыз атауларды таңбаңдар дейді. Болмайды. Қиын емес, айта салса болады. Дар Мубаров осы жерде былай деп айтыпты. Оның айтқан сөзіне дәлел жоқ. Бауырлар тыңдаңдар, мендегі нәрсе бар. Вади дәлилун деген сияқты, ала залика менде дәлелім бар. Осылай деп түсіндіре қойса болады. Бірақ міндетті түрде жаңағыдай жаман атауларды танбасақ, өзіміздің ақиқатымызды көрсете алмай қаламыз деп алданбаңыздар. Хадисте де келеді, пайғамбарымыз айтты: "Ал-муслиму ахул муслим ла yazlimuhu." Мұсылманның бауыры, ол оған әділетсіздік жасамайды. "Вала яхзулуху." Оны бір жәрдемсіз халде қалдырмайды. "Вала яхқируху." Оны кемсітпейді дейді. Оны кемсітпейді дейді. Келіспеушілік деген сөз кемсітуге алып кетпеу керек бізді. Сондықтан осы аяттарды, хадистерді жадымызға ұстайық. Одан кейін не нәрсе еді? Ол жерде айтылғаны, Данияр бауырымыз айтқан екен. Жаңа мен білген бір 3 нәрсем бар деген екен. 3 нәрсесін енді мен түсінген бойынша қазір есіме түсіріп айтып берейінші. Тыңдап шықтым Данияр бауырымыздың видеосын. Сол жерде айтқан екен, бір ұстаздармен кездестім, мықты ұстаздарменен, олар мені түсінді деп айтыпты. Бұл сөзі өтірік, ол қандай ұстаздар, не алған ұстаздар деген сияқты. Жай ғана араб тілін білмейтін қара жаяу адамдар болу керек, солармен сөйлесіп айтып атқан шығар деген сияқты. Менің әдетім, шынымды айтсам, білмеймін, мен үшін бір мұсылман бір құрметті. Ол менімен келісе ме, келіспей ме, фиқ мәселесінде, ақида мәселесінде, оны бір жамандауға асықпаймын. Бір жас кезінде болған бір ондай нәрселер. Кейін уақыт өтелегері, білмеймін, мұсылман мен үшін бір жақын. Келіссін, келіспесін. Бір Аллаға сиынса, 5 уақыт намаз түгел болатын болса, мен үшін бір құрметті. Омар ибн Хаттабтың баласы Абдуллах разиаллаху айтқан сияқты, жаңағы Қағбаға барған кезінде, "Ма аъзамак, ма аъзама хурматак." О, сені Алла қандай құрметті қойды, құрметін қалай жоғары қойды. "Валлахи ал-муъмину аъзам минка хурматан." Аллахпен ант етем, мұсылманның құрметі сенен жоғары деген екен. Жаңа Данияр бауырымыз айтты, ихрам халінде жүрмін, жаман сөз сөйлемеймін, ихрамнан шыққаннан кейін айтамын деген екен. Сол ихрамда жүрген кездегі жасалған құрмет, Қағбаның түбінде жасалған құрмет, мұсылман бауырларға да жасалып қойсын, бауырым. Сондықтан кішкене артық кетпейік. Келіспейтін жерде ренжімеймін, айта беріңдер. Бізде адамбыз, мүмкін біз жаңағындай
осы жерде былай дәлелмен айтып жатқан болатын болса, ештеңке жоқ. Иә, болған бауырлар келіп, бірақ жекеме келіп, дарын бауырым, дарын ұстаз деп, дарын аға, інішек, үлкені бар кішісі келіп, мына жерде былай деген кезде арасында кездескен. Қарап, рахмет деп түзелген кездерім болған. Сол үшін айта берсін дәлелмен, бірақ кемсіту қажет емес. Келіспеушілік кемсітуге алып келуге тиіс емес. Бір ұстаздармен кездесті, кім деген сияқты. Менің әдетім сол айтып отырмын ғой, жаңағы, білмеймін, атын әдейілеп айтпаған едім. Бірақ бұл рас оқиға. Бәрін айтпай қойын, бірақ кәдімгі Бәйтеректей бекем болған, шынымен де Даниярдан жасы үлкен, Даниярға аға болатын, мүмкін Даниярға ұстаз болатын кісілер шығар олар. Бәрін атын айтпай қойын, бір бауырымыз атайын. Өйткені Данияр бауырымыз оның атын атапты, Ерсін Әміре бауырымыз болды. Өзі елде мен нақты білетін, бүкіл халық танитын ақидадан санаулы ғана ұстаздар бар. Соның бірі Ерсін Әміре болса, екіншісі Ризабек Батталы ұстаздарымыз. Егер осы ұстаздармен шынымен кездесіп пікірталасқа түстім десе, онысын айтсын. Оразаның кезі, тараух намазынан кейін, сухурға дейін біздер осы ақидаға байланысты тақырыпты талқылағанбыз. Мен өзім ғана болдым. Ол тараптан 10 шақты жігіттер болды. Ішінде тоқыған жігіттер болды. Және о жерде олар бір мені мойындап кетті деп айтылған жоқ, о жерде о жағын кішкене асықпасын түсінді деп. Яғни біз өзіміздің әрқайсымыз неге ол ақидада жүрміз? Қандай дәлелдерге сүйенеміз? Соны талқыладық. Сөйтіп тарадық. О жерде отырған бауырлар ішінде Ерсін Әміре бауырымыздан, мен әдепті көрдім, мұсылманға сай сыйластықты көрдім. Оны не қалған болатын болса, Данияр бауырымыздан тағы да бір әлеумет желді, Ерсін бүйтіпті, сөйтті емес. Ерсін ұстазы ғой енді, жолып қалатын кездер болады шығар, жайлап сұраса болады, осындай рас па деп. Сол шынымен де бір емес, бірнеше кездесу болған. Ал кейбір кездесулерді шынымен де әдеп сақталмағаннан кейін мен бой тартқаным рас. Абылай кездесу болған. Сондықтан енді оның бәрін сенбеймін демей қойсын. Одан кейін және не нәрсе бар? Дарын Мұбарактың араб тілін білетіндігіне күмәнім бар дейді. Біріншіден ол кісі мен діннің маманымын, мен дінді насихаттап жүрмін дегеннен кейін ол кісі сол сөзіне лайықты болу керек. Мен Дарын Мұбарактың араб тілінде білімі жетік екендігіне күмәнім бар. Ол кісі ғалымдарымыздың үлкен тұрғыз кітаптарын оқып, оны халыққа, адамдарға, яки болмаса ілім иелеріне түсіндіріп бере алатындай деңгейде екендігіне менің күмәнім бар. Біріншіден біз нақтылайтын нәрсеміз Дарын Мұбарактың араб тіліндегі білімі қай деңгейде? طيب يا أخي الكريم إن شاء الله سنلتقي يوم من الأيام فتنظر فتسمع فتقدر درجة معرفة اللغة العربية. طيب اهتمامك للغة العربية هذا شيء جيد حسن، لأن العلماء يقولون أن اللغة العربية هي مفتاح للعلوم الإسلامية، لذلك معرفتنا لهذه اللغة فليكن مفتاحا للإصلاح ولا مفتاحا للإفساد. Енді ол уақыт келген кезде өзі көріне жатар ол мәселе. Одан кейін және бір таңғалатын нәрсені ол кісілер екі-ақ адамға сүйенеді деген екен. Мен ойымша Ибн Таймия мен Мұхаммад Абдул Вахабты айтып жатқан шығар. Осыны ол кісілерді көп айтады екен. Мен үшін олар құрметті, жау емес. Олар да өздерінің қолынан келгенше өтенге қызмет жасады. Бірақ ол екеуіне сүйеніп қалу деген жоқ, білмеймін. Жаңағы Данияр бауырымыз айтқан екен ғой. Дәкең біраз материалдар менде жатыр, білем, ертең шығарам деген сияқты. Егер ол кісіден жауап болмаса, мен Дарын Мұбарактың ақидада жіберген қателіктерін бірнеше видеоларын мен тізіп дайындап қойдым. Егер ол кісіден жауап келмесе, мен Дарын Мұбарактың ақидада қателіктерін халыққа көрсетуден, білдіруден мен шаршамаймын, тоқтамаймын. Ондай болатын болса, біраз қарап тыңдаған шығар. Көрсінші. Менде Ибн Таймия рахимахулла, Мұхаммад Абдул Вахабқа рахимахулла өте сирек ол кісілердің аттарын қолдану. Мен ол кісілердің еңбектерін былай, Мұхаммад Абдул Вахабтың біраз еңбектерін оқып шықтым арнайы түрде. Бірақ Ибн Таймияның еңбектерін бәрін оқушыға менде мүмкіндік болмады. Ол кісінің еңбектері ұзақ екен, және том-том болып келеді екен. Сондықтан ол екеуіме ғана сүйеніп қалған ғалымдарды, және бір өте өрескел қателік жасапты. Сол екі ғалыммен келіспеген ғалымдарды келіспей қалатын болатын болса,
сол өздерінің екі адамменен кәпірге шығарып тастайды депті. Ол кішкене сәл артық сияқты. Дарын Мұбаровтың сенімі бұл тек қана екі адамның ғана сөзін қабылдайды. Егер де осы екі адамның сөзіне басқа ғалымдардың сөзі қарсы келетін болса, оны кәпірге шығарады. Бұл адамзаттың ең нашары деп айтылған, сипатталған Абдул-Уахабтың сенімімен сәйкес келеді. Бұл Дарын Мұбаров осы Абдул-Уахабтың сенімін халықтың арасына астыртын дағуаттап, насихаттап жүрген адам. Ондай нәрсе жоқ. Сол үшін және не нәрсе? Егер кездессек, енді Данияр бауырымыз өзіне бір қатты сенімді болып тұр ғой, білмеймін, бір уақыттар болатын шығар енді. Жерден көлек дейді ғой, кездесіп қалармыз, жеке болар, басқа болар. Сол кезде сол жерде жеңілетін болатын болса, менің қоятын шартым ақидасы жөнделмейінше уағыз айтпайды. Осы пікірталас біткеннен кейін кім ақиқатқа жетеді? Ақиқатқа жете алмаған, сенімі дұрыс емес болып шыққан адам сенімі дұрысталғанға дейін елдің алдына шығып насихат айтуына болмайды. Осы талапты егер де қабылдайтын болса, Дарын Мұбаровты мен ашық сұхбатқа шақырамын. Ынсап сақтайық. Қатты сенімді болмайық. Мен Матурidi болғанмын. Енді одан бір жамандық көріп шығып кеткен жоқ, бірақтан бұл жерде басқа нәрсе, бір Матуридилердің бәрін бір діннен шығарып жатқан жеріміз жоқ. Бізде жас болдық, мүмкін артық сөйлеген шығармыз, бірақ оларды мұсылман бауырларымыз. Келіспейтін жеріне өзіме байланысты дәлелмен келіспей қалам. Ғалымдар айтқан сияқты, насбуту бит дәлел ва наржиу бит дәлел, дәлелменен тұрамыз, дәлелменен қайтамыз дейді. Бірақ жаңағындай, егер дұрыс болмайтын болса, уағыз айтуын тоқтатсын дейді. Қызық екен. Бұл қызық. Адамдар жақсылыққа шақыруда, бұл жерде біз бірімізге көмекші болуымыз керек. Біз тек қана аздан кешкен, сіздер Матуридиді, мен аздан кешкен бір салафиді айтып жатқан жоқ шығармын. Бірімізге келісетін жерде көмектескеніміз жақсы. Егер айтайық, сол жерде мен айтқан дәлелдерім үстем болып шығатын болса, мен айтпас едім Даниярға, сен бүгіннен бастап уағыз айтпайсың деп. Мен керісінше айтар едім. Данияр бауырым, іштен кетпейді. Тоқтатпа. Қарапайым халыққа Алланың аятын түсіндіруді, пайғамбардың хадисін түсіндіріп тоқтатпа деп айтар едім. Онда шарт қоймас едім. Дін ешкімнің жеке меншігі емес. Дін Аллахтан келген дүние. Біз соған қызмет жасап, сауап табайын деп жүрген адамдарымыз бар болған. Егер дінге қызмет жасап, сендер бір адамдардың таухидты түсінуіне, маңдайын сәждеге тиюіне себепкер болған болмасаң, ол менің де қуанышым. Мұсылманның қатарына мұсылман қосылып жатқан болатын болса, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи өзінің хадисінде айтқан сияқты, "Алхамдулиллахиллади анқадаху би минан нар" дейді ғой. Мақтаулар болсын Аллахқа, мені себепкер қылып, мына адамды тозақтан құтқарғанына дейді. Сол үшін біздерге бір тозаққа түсетіндей, діннің дұшпан ретінде қараудың қажеті жоқ. Пікірлері бар екен, жақсы көрейік. Неге сүйенеді десеңдер, жақсы, онда уақыт көрсетер. Жақсы, Алла амандық берсін. Бауырларға да айтатым, бұл жерде өзі қызық нәрсе бар екен. Енді менде қазір бір сабақ бере ондай не жоқ қой, бір ресми нәрсем жоқ. Бірақ жәннат туралы, тозақ туралы, Аллах туралы айтқан уағыздарым болушы еді. Олардың просмотрлары аз болады, бірақтан Данияр бауырымыз туралы деп едім, просмотрлар көп болып өткені бір жағынан қуантып та тұрған жоқ мен. Бәрімізге мұсылмандарға айтатыным. Біздер адамдар туралы айтқан кезде қатты қызығып, Аллах Тағала туралы айтқан кезде қызығушылығымыз төмен болатын болса, бұл жақсылық емес. Ол жақсылық емес. Және бауырларға айтатыным, сендер мені жақтағанның күні көзінде Данияр деген, Даниярды болмаса басқа бауырларды даттамаңыздар. Жақтаймын деп даттамаңыздар. Жай көркем сөйлей білейік. Аллах айтты: "Қулу линнаси хусна". Құран сахабалардың түсіндірісі бойынша, Құранда егер адамдар деп келетін болса, ол мұсылманға да, мұсылман емеске де қатысты. Адамдарға жақсы сөз сөйлеуге Құран бізде бұйыратын болса, онда бауырларымызға да жақсы сөзімізді сараң болмайықшы жақсы сөз сөйлеуде. Адулла, Аллахтың дұшпаны болған, Мұса пайғамбардың дұшпаны болған Фирғауынның өзі қаулан лейина лайық болған болса, жұмсақ сөз сөйлеуге, онда бір Аллаға сыйынған, 5 уақыт намазы түгел, зекетін кедей-кепшікке таратып жүрген бауырларымыз неге жақсы сөзге лайық болмасын? Қолдан келгенше
мүмкін кей кезде ашуланып бірақ бәрібір аяттарды хадистерді естен шығармайық, жаман лақап атауларды таңбайық. Ал кездесу бір күні болып қалады деп ойлаймын. Мүмкін жеке кездесерміз, оны байқаймыз, жағдайға байланысты қайсының пайдасы көп екенін көрерміз. Ол дарын болмаса дін құлап қалады деген жер жоқ. Дін ол тұр, Құранда, хадисте Аллах өзі қорғап қойған. Бізге тек қана қолдан келгенше соған қызмет жасап, сауап табу болып табылады. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.